Бұл оқиға өмірден алынған. Қайда, қай уақытта болмасын, тағдырдың тосын сыйы, өмірдің сынағы адамды күтіп тұрады. Бірі қуанады, бірі күрсінеді. Бұл хикаяда сондай. Орталық кейіпкеріміз Гүлнұр есімді әйел. 40 жасына жетпей, ауыр тағдырды бастан кешіп, бір рет күйеуден ажырасып, 2 баласымен қалған. Бірақ өмір бәрібір тоқтамайды. Араға 5 жыл салып, Гүлнұр екінші рет тұрмыс құруға шешім қабылдайды. Алайда бұл жолғы жолы қалай болмақ? Гүлнұр таң ата ұйқысынан ерте оянды. Түнгі сағат 3-тен бері көз ілмеген. Екі беті ыстық, жүрегі өрекпіп, ішін белгісіз бір қорқыныш билегендей. Терезенің сыртында көктемнің алғашқы таңғы самалы есіп, шымшықтар шырылдап жатыр. Бірақ Гүлнұрға бұл көрініс қуаныш сыйлай алмады. Жанындағы кішкентай бөлмеде ұлы Әлихан мен қызы, аяулым тәтті ұйқыда жатқан. Екі бала да анасының жанын жұбатып жүрген. Бірақ бүгінгі күн басқа. Бүгін Гүлнұрдың екінші рет тұрмысқа шығатын күні. Жаным, уайымдама. Бақыт бәрібір бір күні есігіңді қағат деп өз-өзін жұбатып қояды. Ең алғаш Әлібекпен тұрмыс құрғанда бар арманы орындалғандай болған. Ол кезде жасы 22-де ауылдың ең сұлу қызы еді. Әлібек болса ауылда учаскелік полицей. Басында бәрі жақсы болатын. Гүлнұр тұрмысқа шыққан соң 1 жылдан кейін тұңғышы Әлиханды дүниеге әкелді. Артынша 3 жыл өткенде аяулым туды. Бірақ уақыт өте Әлібек өзгере бастады. Бір кездері мейірімді, ақжарқын жігіт, қызба, ашушаң, кеш келгіш, ішкішке айналды. Әсіресе 10 жыл бірге тұрған соң бар жағдай шиеленісіп кетті. Ақыры бір күні Гүлнұр балаларын алып төркініне қайтты. Ол кезде жүрегі сыздап, үміті үзіліп қалған болатын. Арада 5 жыл өтті. Гүлнұр ауылдан қалаға көшіп келіп, базарда сауда жасап күнелтті. Балаларын мектепке берді. Қандай қиын күндер өткені, қаншама түн жастықтың су болғанын ешкім білмейді. Ана жүрегі тек балалар үшін соққан жылдар еді. Көктемнің соңғы айы. Гүлнұрдың өмірінде бір өзгеріс боларына себеп болған ескі сыныптас Асқар. Әлеуметтік желі арқылы кездейсоқ хат алмасып, араласып кеткен. Асқар да ажырасқан 2 баласының әкесі. Алматыда тұрады, құрылыста бригадир. Алғашқы кездесуінде Гүлнұр қатты қобалжыған. Ажырасқан әйел кімге керек? Деген ойдан арыла алмай, барынша салқын қанды болуға тырысқан. Бірақ Асқардың сөзі, көзқарасы, мейірімі жанына жылу берген. 2 ай өткенде Асқар сөз салды. Гүлнұр, сенің жаның жаралы екенін білем. Мен де оңай күн кешпедім. Бірақ екеуміз де жалғыздыққа лайық емеспіз. Қалған өмірімізді бірге өткізсек қайтеді. Гүлнұр іштей қарсыласқанымен жүрегі әлдеқашан келісіп қойған еді. Балалар да Асқарды жақсы көріп қалған. Әсіресе Әлихан әкесін сағынатын. Ал аяулым болса Асқар көкедеп құшақтап, мойнынан түспейтін. Тұрмысқа шығу оңай шешім емес. Қайтадан сенім арту, қайтадан ер азаматқа арқа сүйеу әйел үшін қиын. Гүлнұр көп ойланды. Анасы да бастапқыда қарсы болды. Қызым, 2 балаң бар. Қазіргі заманда қай еркек өгей балаға әке бола алады? Әлібекті көрдің ғой. Қайтадан қиналып қалмайсың ба? Деп толғанды. Бірақ Асқар сөзінде тұрды. Әр демалыста келіп, балаларды қытыртатын, қажетіне жәрдемдесетін. Уақыт өте Гүлнұрдың да, анасының да көңілі орнына түсті. Той жасауға шешім қабылдаған күн. Асқар мен Гүлнұрдың үйлену тойы шағын ғана отбасылық кеш болмақ. Қала сыртындағы бір кафеде 40 адамдық дастархан жайылады. Таңғы сағат 9. Гүлнұр той көйлегін киіп айна алдына отырды. Әпкесі Гүлсім шашын өріп, макияж жасап беріп жатыр. Қарындасым, бүгін сен ерекше сұлусың. Бұрынғы қайғыңды ұмыт. Құдай бәрін жақсы етер, деді Гүлсім. Гүлнұр көзінен мөлтілдеп жас шықты. Ішіндегі арпалыс әлі басылған жоқ. Жүрегі бір жағы қуанып тұрса, бір жағы тағы да алданып қалудан қорқады. Кешкі сағат 7. Кафе ішін 20-дан астам адам толтырған. Асқардың жақын достары, Гүлнұрдың туыстары, көрші қолаңы. Балалар мәз. Әсіресе аяулым аппақ көйлек киіп, гүл ұстап жүгіріп жүр. Асқар Гүлнұрды ортаға алып шықты.
Жұрттың бәрі қол соғып, ән айтып бата берді. Бірақ сол сәтте есік жақтан бір бейтаныс жігіт кіріп келді. Бет әлпеті таныс сияқты. Бұл кім? Гүлнұр аң-таң. Жігіт тура Асқардың жанына келді. Асқар, сен деген бәленбай адамнан қашып жүрсің ғой. Құтылдың деп ойладың ба? Қарызың қайда? Деді. Кафе іші абыр-сабыр. Асқардың өңі сұрланып кетті. Гүлнұр ішінен, тағы да алданғаным ба? Деп жүрегі дір ете қалды. Дәл осы сәтте Асқар Гүлнұрға жалтақтап қарады. Гүлнұр, мен саған бәрін айтуым керек еді. Бірақ қорықтым, деді Асқар. Жұрт тарай бастады. Гүлнұр өз бөлмесіне жүгіріп кетті. Бет жүзінен жас парлап, қолы қалтырап тұр. Тағы да сондай тағдыр. Түнгі сағат 11. Кешкі той думаны әп-сәтте быт-шыт болды. Асқардың үстінен кірген әлгі бейтаныс жігіттің сөзі көптің көңілін күпті етті. Бірі бетін шымшып, бірі сыбырласып, кейбірі жайлап орындарынан тұрып шығып жатты. Кафе іші босай бастады. Бақандай 40 адамдық дастарханды жарты сағатта ешкім қалдырмады. Асқар болса орнынан тапжылмай, тікесінен тік тұрып қалды. Гүлнұрдың жылап жүгіріп кеткенін көргенде, жүрегі тілім-тілім болды. Гүлнұр бөлмесінде. Айна алдына отырып, жасын сүртіп көзін шылқыған күйі өз-өзіне күбірлей берді. Бітті. Тағы да сол. Неге мені тағдыр сынай береді? Тағы алдандым ба? Балаларымды тағы да әке деген аты жоқ, жалғыз қалдырамын ба? Деп өзімен арпалысты. Әпкесі Гүлсім жүгіріп кірді. Қарындасым, сабыр ет. Әлі нақты не болғанын білмейміз ғой. Асқардың өзі түсіндірсін. Түсіндірсін дейсің бе? Біздің көзімізше қарызыңды қайтар деп жатыр. Тап осылай басталмақ па еді баяғы Әлібекте. Қарызға батқан, ішкен, ұрып соғып. Гүлсім сөзін аяқтай алмай, иығы селкілдеп жылап жіберді. Бөлмеге Асқар кірді. Екі көзі қып-қызыл. Қолында темекі. Бірақ шылымын тұтатпастан Гүлнұрдың алдына тізерлей отыра кетті. Гүлнұр, Құдай үшін тыңдашы мені. Мен саған өтірік айта алмадым. Қорықтым. Саған да, балаларға да зияным тиіп кетер деп. Қандай қарыз ол? Қанша? Тура 4 миллион теңге. Құрылыс бастаған едім. Жолдастарыммен бір жерге ақша салдық. Сенген адамым ақшаны алып қашып кетті. Енді сол үшін соңынан қуып жүр. Гүлнұрдың басы айналып кетті. 4 миллион дейсің бе? Қайдан төлейсің? Жұмыс істеймін. Бәрін өтеймін. Тек мені тастама. Сен менің жалғыз үмітімсің. Тек сен үшін жүріп жатырмын. Балалар үшін. Деп Асқар кемсеңдеп жіберді. Бұны көрген Гүлсім басын шайқап шықты. Бұл жолы да еркектің сөзі бір. Іс басқа. Түнгі сағат 2. Кафе іші бос. Гүлнұр жиналып, балаларын алып үйіне қайтты. Тойдың соңы жылау болды. Қол аяғы дірілдеп, ойы сан-саққа жүгіріп, жол бойы иесі кіресілі шығасылы күй кешті. Үйге келген соң. Әлихан, анашым, Асқар көке келмей ме? Деді. Гүлнұр құшақтап, білмеймін, ботам. Қазір біраз тыныштық керек деді. Сол түні Гүлнұр көз ілмеді. Тағы сол сұрақ, не істеймін? Асқарға сенем бе, әлде бәрін тоқтатам ба? Ертеңіне. Асқар хабарласты. Гүлнұр, сөйлесейікші. Кездесті. Гүлнұр мұздай. Айт. Асқар, мен мынадай шешімге келдім. Қарызымды жауып алғанша саған тимеймін. Балаларыңа жақындамаймын. Бәрін өзім шешем. Уақыт берші. Гүлнұр, сен мені тағы да қинадың. Менің сенімім жоқ. Асқар, бір ғана мүмкіндік бер. Барымды салып, 3 ай ішінде ақшаны қайтарам. Егер уәдемде тұрмасам, менен бас тарт. Гүлнұр ойланып қалды. Іштей, балалар да әкесіз өсті. Бұл да кетсе, өмірім қайтадан тозаққа айналады. Бәлкім. Мүмкін соңғы мүмкіндік шығар. Жақсы. Бірақ балаларға жақындама. 3 ай уақыт. Асқар келісті. Асқар таңнан кешке дейін жұмыс істеді.
Қаладағы құрылыс алаңында күніне 12 сағат. Жексенбі жоқ. Түнде такси айдайды. Қарыз берген таныстармен сөйлесті. Біреуі көлігін сатты. Біреуі қарыздың тең жартысын кешірді. 3 ай өткенде Асқар Гүлнұрды шақырды. Гүлнұр, қарызды жауып болдым. Мына қағаз соңғы қарыз түбіртегі. Гүлнұр, сене алар емес. Қалай? Қайдан таптың? Айттым ғой, сен үшін бәріне дайынмын. Өзімді де, денсаулығымды да аямай жұмыс істедім. Гүлнұр көзіне жас алды. Бұл жолы мұң емес, қуаныштың жасы. Балалар мәз. Аяулым, Асқар көке, енді келесің бе? Деп мойнына асылды. Әлихан да жымиып, біз сізді күттік. Гүлнұр, егер шын өзгерген болсаң, бірге өмір сүрейік. Асқар, сенің сеніміңе лайық болам. Өмірімнің қалғанын сені бақытты етуге арнаймын. 5 жылдан соң. Гүлнұр мен Асқардың бір қызы бар, Нұрай. Аяулым мектеп бітіруде. Әлихан университетке түскен. Асқар өз бизнесін ашып табысты кәсіпкер. Бәрі Гүлнұрдың сол екінші мүмкіндігін бергеніне тәубе етеді. Өмірде осындай. Қайғы мен қуаныш қатар жүреді. Бірі батқанда бірі шығатыны анық. Сену керек. Тек сенім ғана адамды тірі ұстайды.